Достар, сәлем. Бүгін сіздермен пиццаға арналған ең күшті, ең керемет қамыр рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде дәл осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Ең алдымен ыдысқа жылы су құйып аламыз. Жылы суға қант, ашытқы, тұз және сұйық май қосып, тұз бен қант ерігенше араластыру керек. Енді ұнды елеуіштен өткізіп қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамыр қолымызға осылай кішкене жабысып жатса, ештеңе етпейді. Бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Ал өзіміз соус дайындайық. Ол үшін майонез бен кетчупқа үгітіліп кептірілген сарымсақ қосып, араластырып аламыз. Осымен соус дайын. Біздің қамырда көтерілді, қараңыздаршы, қандай әдемі қамыр, өте жұмсақ және үлпілдек. Қазір осы қамырды тең 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін бетін жауып, шетке қойып, екіншісінің астына кішкене ұнтақ жармасын шашып, қолымызбен видеода көрсетілгендей үлкейтеміз. Қамырдың бетіне 2 ас қасық соус салып, тегістеп жағып шығамыз. Кейін үккіштен өткізілген ірімшік саламыз. Ірімшіктің үстіне кез келген ет салып, одан кейін қызанақ пен зәйтін қойып шығамыз. Соңында бетіне ақжелкен себеміз. Пиццаны алдын ала 220 градуста қызып тұрған пеште 7-8 минут аралығында пісіреміз. Пісуіне 1 минут қалғанда үстіне тағы кішкене ірімшік қоссаңыздар болады. Мінекей достар, пицца керемет болып шықты. Менің жолдасым айтқандай, дәл ресторанның пиццасы секілді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, бұл пиццаға ғашық боласыздар. Ал екінші пиццаны мен фаршпен істедім. Видеоны қарағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.